Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам айтады: "Ман таваддаа яумал жумаа фабиха ва ниъмат, ва ман игтасала фал гуслу афдалу." Кимде-ким жума күні болса, жумаға дарат алып келсе, қандай жақсы береке тапсын. Бірақ кимде-ким жуына тұрған болса, ал ең дарат алғанға қарағанда жуынғаны жақсырақ дептір да. Себебі дегенде жуынғанда кейбір болып өткен, жуынып бүткеннен қайра шығып дағы дарат алғандар бар екен. Жоқ, керек жоқ. Душқа кіріп жуындық қой. Дараты да бар, ғұсылы да бар, бірақ мен екі қойын атқандай боласыз. Дараты да алған боласыз, ғұсыл да алған боласыз. Жоқ, мен мұстахапты да атқарышым керек болады десеңіз, анда душқа кіргенге чейін дарат алышымыз керек болады. Дағы бұтты жуай тұрамыз, анан кейін жуынғадан ең ақырында бұтты не болып қаламыз, чайқап тұрып ақырын шығып кетіп қаламыз. Болды, тап-таза ойдан келе береміз. Анан тіштерді азырайтат аны. Жума күні жууну сүннет, бірақ важип емес. Али радияллаху айтқан. Жума күні жууну сүннет, валайса би хатмин, важип емес деген. Бірақ кейбір ғалымдар айтады, важип болып қалады, егерде жыты 2 метр, 3 метрден нары тейіп тұрса жыты деп тұрды. Тердің жыты, жуынбағандың жыты. Ем үшін адамдарды жиркентіп қойбош үшін. Еми денеге ушундай көңіл бұрылып атат, тилге де ушундай көңіл бұрылады екен. Адамдарды жиркенткен сөздерді сөйлеуің болбойды екен. Көрдіңіздер да. Өткенде де мысалы, айт намазда ушундай болып кетті ғой біраз. Саат 7-де айт намаз оқылады, 7:30-да, 7-де баян болады, 7:30-да намаз оқылады. Бүт жерде тәртіп керек, адеп керек. Жоқ, анан 6-да келем деген, анан 6:30-да келген деген. Өзі әрбір мешітте бірден болады екен өзі ушундай. Әрбір мешітте, бүт мешітте көп жерде қыдырдық. Тоқтоғылда іштедік, Баян Антоновкада іштедік, мына Квадратта іштедік, Фрунзеде іштедік, Бедеде іштеп жүрдік, қайра келдік ұстазымыздың кеңешіменен. Ошондой нерселерге не бербешimiz керек? Жол бербешimiz керек екен. Құдай бұйырса, Құдайым, мені адепті қыла көр, үйімде де қадірлі ата қыла көр, үйімде қадірлі бала қыла көр, үйімде қадірлі бір туған қыла көр. Bir туғандар мені көргенде, мындай жиркеніп кетпесін. Баяғы мыжық келатат, қырчаңы келатат дегенде болып қалбашымыз керек екен да. Жадап жайнаған туғаным келатат деп бізді тозып алсын бір туғандарымыз. Ат-татайюб мин ажуади тайб. Ең жағымды атырды севіну. Бұл дағы емне болады? Мустахаб. Сүннет деп айтылады. Ал қандай десе, Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам имам Муслимде риwayat қылған хадисте келтіріптір. Жума күні әрбір ерезеге жеткен жігіт киши жуыныш керек. Жаш балдар көбінше жыттана бербейді, байқайсаңыздар. Бала жаш балам қайрат тескерісінше жағымды жыты бар. Кейбір чоң апалар айнанан киім жуайлы қойшы, жыттатқанға да ештеңе қалтырбадың ғой деп. Келіндерін ұрышып қалады ғой чоң апалар. Қойшы айнаны қырғына бербейші деп. Балам да жыты болады өзім, жыттап алалышы деп. Кейбір киімдерін алып қалады жудырбай. Сонда бала. Ошо бұл жерде айтылады хадисте. Ерезеге жеткен кишилер де болады. Жаш балдар деген жоқ. Ерезеге жеткен әрбір киши жума күні жуынып келсін. Ерезеге жетпеген жаш балдар мына отырышады, кішкене ойнап жашнақ балдар. Бұл балдар жуыныш шарт емес бұларға. Жөн эле келе берсин бұлар. Керек болса үшінші айтылады Фатхул Бабин Аная кітабында. Bir жолы дарат алсын, қайра екінші, үшінші жолы дарат алдырба қала дейді. Бұлар нанға той алып құрса, генен мындай тамаққа той алып деле, өйділді отырып тұрып атып деле, мотоцикл айдай береді бұлар, жаш балдар. Көңіл құрбаш керек екен бұларға. Тұрып бар, дарат алып кел. Қайра қарап сен дарат алдыра берді, мысалы 4 жаш, 5 жаш, 6 жаш, 7 жаш балдарды. Сен Құран жаттабайлы қойшы дегенге тете болады деп бір. Моллайлы қарышы айтады. Мұхтасардың шарқы. Ханафи мазхабында өзек кітаптерде 4 болса, шоның бірөөсі Мұхтасар Лұқая. Ошоның шарқы деп қойды, ашықтамасы. Кеңейтме, түшіндірмесінде келеді. Жаш балдарды ерезеге жетелек, жаш баланы. Қайра дарат алдыра беру, сен Құран жаттабай эле қойчу дегенге барар болады. Ал даратты неге алып отат, ал түшінбейді ал бала, жаш бала. Ерезеге жеткенден баштап, мынау соғып болады, мынау күнөө болады, мындай болса әрбір тамшысына мынча күнөө кечирилет деген, анан ерезеге жеткенден жетиши болот ал. Қайра дарат алган. Ошон үчүн буларды тачатпай, bir жол дарат алды bir күндө, болду жетет. Анан кайра шыкалап дарат алдырып. Жадап кетет. Анан болду, анан шылтоолоп, бардемкени бери мородот, тери мородот деп, же бияка барып келейин, тияка барып келейин деп, бизди көргөндө бекинип кача турган болот.
Апа мен бір жаққа жұмсай берші деші мүмкін бара-бара. Уассивак. Анан мисвак қолдану. Анан атырды мүмкін болса қолдансын. Егерде ештеке таппай қалса, аялының атыры болса да қолдансын депті. Пайғамбарымыз. Көрдіңіз, ешқандай еркектің атыры таппай қалса, пайғамбар айтады, болғаны илля аньяк сур дептір. Бірақ көп қолдану бербесін дептір. Аялдан жыты чиіп қалбасын деп да. Осы үшін аялша басқанда болбайды, аялша сөйлегенде болбайды, аялша қиял жорықта болбайды, аялша отырып алғанда болбайды. Еркектер, еркектер отырыш керек, ана еркектер қимылдаш керек екен. Мұның барлығы айтылған. Файдул Бари деген кітапта келеді. Файдул Бари, имам Бухаридің шархы. Негізгі ибадаттан бошығанда мұны малдаштықын отырған пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам, Абу Бакр радиаллаху, Умар радиаллаху, Усман радиаллаху, Али радиаллаху. Төртеу тең жана пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам өзі негізгі ибадаттан бошығандан кейін дайыма малдаш тоқыны олтыр челе дейді. Бұға еркектік мінез отыратқан адамға. Бүжің өлі бұна бұтуғанын тұрыстырып жана бүктеп-сүктей береді ғой. Ал зикір çalғаношын отыраткенбіз. Құран оқығаношын отырсақ болады екен. Чөп түшіп отырып алып, адеп та бұл. Жөнел отырасыз. Bir mayak oturasız, ya құдалықта отырасыз, ya bir önüne meyman қарып қалдыңыз, жөнелі. Мына шөт молдаш тоқын. Молдаш тоқын отырбаса, малдаш тоқын отырбаса. Бұтуғалыңыз тартайып отыра албай жаман жүдейсіз. Жалаңала жана орындық отыра берсек столға. Осы үшін бұл дағы сүннет екен. Ал енді жұма намазына келгенде, ана орын тар болып қалса, ана үшіт отырыш керек дегенде бір-бірді батырмай отыра албайлы. Мына көпчілік отырған кезде әлбетте мында чөкші отырған жақсырақ, көпчілікті. Авалға қарайды екенбіз, авалға қарайды. Гене талаға, жайлауға, бозыйға барғанда, тияққа барғанда, да гене малдаш тоқын отыра береміз. Тамақты да таза қырып жеген жақсы көргендей, сөзді дағында қаймағын теріп сөйлеп, адамдардың көңілін ортып албай, секен жай сөзден алып отырсақ, пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам өмірінің ақырында да неде отырған, өткенде айтқанбыз, жақсы сөз сөйлей тұрғандар бар бараңарды деп тұрып екен. Негатив сөздерді қалауға қалыпты да, жағымсыз сөздерді. Анан киімден жақсысын кию. Бұл дағы сүннет. Әркім өзіне жарашты киімдерді киіп, татнақай киініп алыш керек. Әйткені пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам не дейді? Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Bir сахаба келіп сұрайды: "Ey Аллахтың елшісі, адам баласы жақсы бұт киім кигенде, анан үстіңгі киімді өзінше айтады. Жақсы киініп жүргенді жақсы көреді. Ушул бой көтөргөндүккө жатып калбайбы, текеберчиликке жатып калбайбы десе, пайгамбар айтып атпайбы? Ла. Инналлаха джамилун юхиббул джамал. Алла Таала сұлулықтың ээси, қоздықтың ээси, сұлулықты жақсы көреді, сұлуланғыла дейді. Жақсы бұт киім кию, жақсы киініп жүру, бұл адамға көріп береді. Bir келген дүниеде адам жаснақай жасаш керек. Жүдеп қақава деген еле сөз. Таза, әркім өзінше жараша киініш керек, таза киініш керек деген сөз. Таза киіну, өзіңізге жарашты киініп жүру, ұшыл өзі сүннет. Анан төртінші басқыч мисвак деп атайын өзінше бөліп тұр. Мисвак қолдану. Жана айттық қой, тишті тазалап алып жүру. Аябай тазалап жуып, болған жана оразадағы чаташтырып албаш керек. Кейбіреу оразадағы пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам хадисте айтып атпайбы, оозуңдан шыққан жағымсыз жыт бұл Алла Тааланың алдында мисіктен де жақсырақ деп. Ал ашқазандан шыққан жыт, тишті жуай қойып, кирден шыққан жыт емес. Аны жоқ қылыш керек, аны қайра жуып, жышына қағып жоқ қылыш керек. Ачқалықтан, ашқазандан пайда болған жытты айтып жатады хадисте. Тишті жуай қойған болбайды бұны. Шүн үшін тишті не қылыш керек? Таза жуып беріш керек. Анан кейбір алымдар ажва құрманы тиштетіп, ана балдарына жетіріп отпайбы, баяғы ажва құрмасы. Жақсы болады екен, ошол алымды тартып қалсын, же қарын тартып қалсын, же жақсы көрген бір адамыңыз болады. Ошоны тартсынчы деп, кейде ажва құрмасын баяғы қауығын, құрт пышақпен ақырын қырып алып, ана кичине чайнатып, анан төрөлгөн балаға сүткө чейин не кылып коет? Баягындай сордуруп коет. Сордуруп койсо бала эмне болот? Зирек болот деген. Ошо үчүн пайгамбар Мухаммад алейхиссалам Хусейн радиаллаху анхуга жетишип калат дагы, Хасан радиаллаху анхуга жетпей калат. Себеби дегенде Хасанга келгенде барса эмизип койгон болот. Хусейнге келгенде жетишип калат дагы жана ажва курмасын берет. Ошо үчүн Хусейн радиаллаху анху болгон? Зирегерек болгон. Өтө тың болгон. Өкө тең эле тың, бирок Хусейн да кичине зирегерек болгон.
Ошон үчүн сүткө чейин берсин деп атпайбы. Ошон үчүн тишти таза жууп алып жүргөн жакшы. Анан Кахф сүрөсүн окуу. Ким окуй алса, Кахф сүрөсүн окуп коюу бул дагы жакшы. Анан мечитке кирип келатканда такбир айтып, зикир чалып келген жакшы. Анан жума намазга шашып келгенде жакшы экен. Эртерээк. Саат 1-де мунда баарыбыз отуруп калсак, Кудайдын бергени жакшы болот экен. Келиңиз ама. Мисалы, бул хадисти имам Табарани риваят кылган сахих хадис. Кимде-ким мечитке шашылып келе турган болсо, бир төөнү союп элге тараткандай соо болот дептир. Бул хадис сахих хадис. Муну кээ бир жамаатка ыраазы билдирип коюш керек. Арабызда отургандар бар, арабызда. Бирдеге деп сүйлөсөң эле далилиң барбы дейт го? Достоверный же, недостоверный депчи. Ошентип берип бизге окшогон молдолорду далил менен сүйлөй турган койду, жалаң. Изденип, болжолдоп сого албайсың эчтекени. Бирок бир чети тур эле. Шариат бул жомок эмес. Балтабай Тешебайдын айтып кеткен сөз эмес. Бүт далил менен болгон. Ошон үчүн кана далилиң? Каяктан алдың? Өзү араб тил билбейт. Бирок далилиң барбы дей берет. Ошон менен эмне болду? Анан баардыгы этияттап, китеп карап, барактап. Каякта эмне деп айтылган? Мансух колдонуудан чыгарылып калган хадиспи же кубаттуу эле хадиспи? Ошону изилдеп карап туруп анан сүйлөй турган болуп калдык. Бирок жакшы экен, туура эле болду бирок. Өтө сонун болду. Биринчи, бул хадис сахих хадис. Мына чочулабайлы уга берели. Биринчи шашып келген адам. Биринчи шашып келген адам төөнү союп элге тараткандай соо болот. Экинчи андан кийин кирип келген киши уйду союп, уйду кайрымдуулук кылгандай соо болот. Элестетиңиз, жума сайын эле келип алып эмнеге бир уйду союп алып эле элдерге таратып атасыз. Кандай сон? Жагымдуу да. Болгону мен кылып атам деген Кудай сактасын, Кудай мага ушуну берип атат да деген сезим менен жүрө берсек Кудайдын берген экен. Кудайдын берген. Андан кийин кечирип келген, үчүнчү адам кирип келген, үчүнчү топ, этаптагы адам. Шаат бир кой сойгондой, союп тараткандай соо болот. Анан эгерде имам бул жерге отуруп калса, минбарга отуруп калса, анда бүттү дептир. Жана сооп, анакей төөнү союп тараткандай соо алды, баланча Балтабай Тешебай. Андан кийин уй сойгондой таратты соо алды могу киши. Андан кийин кой сойгондой деп баштала берет экен. Биз азыр мынакей бияка чыкканга чейин. Анан бул минбарга чыгып кеткенден кийин болду. Амал соо амал жаза турган, амал эмне болот? Токтойт. Бүттү. Эми намаз башталат деген сөз экен. Мына ошондуктан ар бирибиз ушул биринчи келип кеткенге келип катарга туруп алганга, бул жерге тизилип калганга аракет кыла берели. Кудайым ошого жеткирген болсун. Анан жума күнү дуаларды көбөйтүү, зикир, истигфар, баары сонун. Жума намазы окуп бүткөндөн кийин ошол бойдон үйлөрүбүзгө кетип калганыбыз жакшы. Кирип алып, анан эчтен туруп алып, бирөө жөнүндө ушак айындар, тиги булар кээде кетип калат экен да, пенде экенбиз. Баланча монтип тигинтир десе, ал ошондой да деп туруп, кошумча болуп кетпеш керек экен. Мейли мен кеттим. Салам алейкум деп эле шарт эле кетип калыш керек экен. Адамдардын көңүлүн бурбоо. Мечитке жумага келебиз го. Акырын келип тык отуруп кала берет экенбиз. Секин. Денебиз менен да монда кыспайт экенбиз. Бирөөнү дагы жолто болуп, кабабыз момун салып карамай, бүт жок. Эч бир жерде хадис жок экен. Бир мусулман кирип келгенде кабагын карап алып, тырышып, монтип, бет башын тырыштырып, айбаттуу болуп көрүнсөң, мынча шейиттин соого берилет деген бир да хадис жок экен. Кээ бирлер бар, байкайсыздар мечитте, өнөр да бул. Монтип карайт. Бир-эки жертөлө кирип алып, темир тезек көтөрүп келип алгандан кийин элдин баарын карап эле, мынтип акшийип карап эле, түйүлүп учурашып эле, монтип мыжыгып эле. Эмне кереги бар эми? Жөн эле учурашты. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Болду да. Анткени себеби наркыл адам атасын жоготушу мүмкүн, апасын жоготкон болушу мүмкүн, же бир жашоодо бирөөгө белчесине карызга батып калган, тоюп ушу мечиттен бир рахат алып намаз окуп кетейинчи деп биздин мечитке келип намаз окуп аткан болушу мүмкүн, мисалы. Анан келип сиз менен ассаламу алейкум деп учурашайын десе, сиз монтип силкип мынтип койсоңуз, бүттү да, ал адам көңүлү ооруп калат мындай болуп. Ошо жөн эле учураш керек. Бир да хадис жок, пайгамбар келип лыкылдап мынтип учурашты деген кишилер менен. Пайгамбардын өмүр байынчы улам эле кайрыле берсек бар го, бизди сонун кылып зыңкыйтып коет. Пайгамбардын эчбат Балтабай Тешебай укпай эле коюш керек. Пайгамбардын өмүр баяны бизге эмне эмес, мынерден жетет. Улам эле окуй бериш керек. Улам окуй берсек, ичинен сонун адамгерчилик сыпаттар, мүнөздөр чыга берет экен.
Құранда ачык мактап атпайбы? Ey Muhammad, айланаңдагы жайнап турган сахабалардын бардыгын жумшактыгың менен, сылыктыгың менен тартып алдың дейт. Болду, бүттү. Ушул аяттан өткөн сөз кереги жок. Үстүнө коюлбайт, мүмкүн эмес. Бүттү. Пайгамбарды мактап койду. Сен жумшактыгың менен, сылыктыгың менен сахабалардын баарын өзүңө эмне кылып алдың? Арбап алдың. Имерип алдың өзүңө дейт. Ушул эң жакшы сыпат экен. Эми кичпейил болот эле такыр эле байкуш болуп калган деле болбойт. Туура. Зымпыйып жүрө бериңиз, бирөөнү кор деп ойлоңуз, өзүңүз деле кор болбой эле коюңуз. Керек болсо, намаз окуган адамда келсе, тиги бурчка туруп алып, Куранды дагы бийик окуган болбойт экен. Болбосо Куран окуу сүннөт. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам хадисте айтат, Имам Ахмад риваят кылган. Иннал мусаллия юнаджи раббаху азза ва жал фалянзур бима юнаджихи. Албетте намаз окуучу Алла Таалага эмне кылат? Байланышат. Ал эмне менен эмнеге байланышып атат, кантип байланышып атат, ошого биз көңүл бурушубуз керек. Ал кандай десе, Куран окуп атканда үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө, ал адамдын көңүлү силерге бурулуп кетпесин дейт. Ошон үчүн намаз окуганда намазын сыйлап коюшубуз керек экен. Секин намазын окуп атат, үнүбүздү жапсыраак кылат экенбиз. Анан Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам башка хадисте айттыр, эжилис факат азайды. Бирөө кирип келип алат, тияка бияка сүйлөп эле ар ким менен учурашып митип бериптир да. Анан айттыр, отурчу айнанайын. Факат азайды, адамдарга зыян бердиң го деп. Кээ бир бар да мешитке киргенде өзүн тимеле балыкты сууга кое бергенде жыргап, мечиттин ичинде руханий азык алат. Ошонун сиз кайфын эмне кылып атасыз? Бузуп коюп атасыз. Кандай анан жакшыбы деп, кечке чыкканда деле сүйлөшүп жетише беребиз. Мешитке киргенде жоң коюшубуз керек экен да ошол адамды. Отурсун, зикирин чалып, рахат алсын. Убакыт бүтүп калды. Кудай буйруса, кийинки жумада кандай дагы артыкчылыктар бар, эмне зикирлер бар, ошол жөнүндө да сөз кылабыз.